Мен Дидар Дәулетұлы және тақырып Past Models. Past Models ол өткен шақтағы модельді етістіктер. Модельді етістіктер could, would, should, may, might, must. Біз осы аталған модельді етістіктердің өткен шақта қандай мағынаға ие болатынын және қалай қолданыла алатынын білсек. Сонымен, осы аталған модельді етістіктер өткен шаққа қалай көшеді? Ол үшін біз модельді етістіктен кейін have көмекші етістігін қоямыз. Және сол have көмекші етістігіне үшінші формадағы кез келген етістікті жалғай аламыз. Мысалға, could модельді етістігімен жасалған сөйлемге қарасақ. Алина could walk before she was a year old. Алина 1 жасқа дейін жүре алған. Алина could have walked to work, but she took a taxi instead. Алина жұмысқа жаяу бара алатын еді, бірақ ол такси ұстады. Осы бірінші сөйлем мен екінші сөйлемнің айырмашылығына келсек. Ол бірінші сөйлем, яғни could сөзінің өзі ғана қолданылған сөйлемде біз Алинаның бұрын, яғни кішкентай кезінде жүре алғандығын, белгілі бір іс-әрекетті істей алғандығын және оны істегендігін көреміз. Ал екінші сөйлемде Алина жұмысқа жаяу бара алатын еді, баруға мүмкіндігі болды. Яғни адамның белгілі бір іс-әрекетті істеуге мүмкіндігі болды, бірақ ол нәрсені істемеді деген сөйлемді байқай аламыз. Келесі мысалы, should ол адамның бір нәрсені істеу тиіс, немесе керек екендігін білдіреді. Енді осы should модельді етістігімен жасалған сөйлемге қарасақ. The students should not have missed lessons. Оқушылар сабақты жіберіп алмауы керек еді. You should have been a little braver. Саған аздап батылдау болу керек еді. Мұндағы бірінші сөйлемде should ол болымсыздық мағынасында қолданылған, ал екінші сөйлемде керісінше болымды мағынаға ие. Енді біз осы көп сөзді бірден would, may, might модельді етістіктермен жасалған сөйлемге қарасақ. In his position, I would have spoken a good word or remain silent. Егер мен оның орнында болсам, жақсы сөз сөйлер едім, немесе үндемес едім. Мән береміз. Егер біз іс-әрекеттің өткен шақта жүзеге асатынына толықтай сенімді болмасақ, онда біз осы would сөзінің орнына may немесе might сөзін қолдана аламыз. Мысалға, if she were me, she may not have met you. Егер мен ол қыздың орнында болғанда, ол қыз сенімен таныспас еді. Яғни, мұнда біз оның өткен шақта танысар ма еді, таныспас па еді, біз оған толықтай сенімді емеспіз. Сол себепті кейбір жағдайда біз сенімсіз болған кезде would-тің орнына may немесе might модельді етістігін қолдана аламыз. Келесі мысалы must. Must модельді етістігі ол жалпы алғанда адамның осы шақта көбіне бір нәрсені істеу керектігін, оның міндет екенін білдіреді. Енді осы must модельді етістігімен жасалған сөйлемге қарасақ. We must protect the building. Біз бұл ғимаратты қорғауымыз қажет. Бірақ мән береміз. Must сөзі өткен шаққа өткен кезде біз бір нәрсені істеуге міндетті болмаймыз. Өткені қараңыз. Must модельді етістігі өткен шаққа өткен кезде осындай болған болса керек деген сияқты көбіне жорамалды білдіру мүмкін. Мысалға, we must have been gotten lost somewhere. Біз бір жерде адасқан болуымыз мүмкін. It must have been love. Ол махаббат болған болса керек. Әлібек must have gone to the US. Әлібек құрама штаттарға көшіп кеткен болса керек. Яғни, мұнда біз адасқанымызға толықтай сенімді емеспіз. Бірақ біз сондай болса керек деп жорамал жасаудамыз. Көріп тұрғаныңыздай, осы must модельді етістігі өткен шаққа өткен кезде көбіне болжамды, ықтималдылықты немесе жорамалды білдіреді. Ал must сөзі осы шақта көбіне міндеткерлікті сипаттайды екен.
Ал міндеткерлікті өткен шақта сипаттау үшін біз have to модаль жетістігінің өткен шақтағы формасы had to сөзін қолдана аламыз.